жаңа конституция жобасының ұсынылуы, оның енді халықаралық деңгейде халық арасында, жалпы қоғамда кең талдануы, сонымен қатар сол талдауға байланысты енді қазіргі бұқаралық ақпарат құралдарында берілген мәліметтер бойынша 2000-нан аса ұсыныстарменен келіп түскен. Жалпы ол Қазақстанда, қазақ қоғамында үлкен бір саяси, әлеуметтік оқиғаның ретінде қаланып отыр. Енді жалпы осыған дейінгі қазіргі уақытта да жұмыс жасап тұрған конституция 1995 жылы қабылданғанымен, одан бері 30 жылдан астам уақыт өтті. Енді жалпы қоғамның әлеуметтік, саяси, экономикалық өмірінде болып жатқан өзгерістердің міндетті түрде елдің негізгі заңында көрініс табатындығы белгілі. Содан бері, мысалы айтқанда, 30 жылдан бері көптеген өзгерістер мен толықтырулар енгізілген болатын. Соған байланысты енді соңғы енгізілген еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жүргізіп жатқан үлкен саяси реформаларының барысында негізгі заңда 80%-дан жоғары, мысалы айтқанда, өзгеріске ұшырайтындығы белгілі болды. Сол себептен де жаңа конституцияны қабылдаудың объективті қажеттілігі туындады. Осыдан кейін келіп, жаңа конституцияның жобасының ұсынылуы енді көптеген халықтың тарапынан қолдау тауып, сонымен қатар сынға ұшырап жатқан баптар да бар. Мысалы, әсіресе мемлекеттік тілге байланысты, содан кейін сайлаудың, жалпы еліміздің ең жоғарғы өкілетті және заң шығарушы органы құрылтай депутаттарының тек қана саяси партиялардың, яғни айтқанда үлестік негізде ғана сайлануы сияқты мәселелер кішкене сынға ұшырап жатыр. Қалай болғанда да енді ол халықтың тарапынан түскен көптеген ескертулер, ұсыныстар есепке алынып, конституцияның жобасының ең соңғы айтқанда бүкіл халықтық дауыс беруге, референдумға шығарылатын жобасы белгілі. Енді ресми түрде айтылмағанменен кейбір ақпарат құралдарында жалпы әлеуметтік желілерде сол референдумның биыл 2026 жылы өткізілетіндігі туралы мәліметтер, бірақ енді бұл әлі ресми мәлімет шықпағандықтан кейін ол туралы қазір айту ерте деп есептеймін. Жалпы алғанда осы конституция бұрынғы әуелі экономика, сосын саясат деген, былай қарағанда қателікті қағидадан бас тартып, кез келген әлеуметтік немесе экономикалық реформалар өз кезегінде терең саяси реформалармен қоса жүргізілу керек екендігінің нышаны деп ойлаймын. Енді болашақта осы жаңадан қабылданатын конституция еліміздің одан әрі қарыштап дамуына, халқымыздың әл-ауқатының нығаюына, еліміздің егемендігінің, сонымен қатар аумақтық тұтастығының берік болатындығына тиісті ықпал етеді деп сенемін. Бұрынғы конституциямен салыстырғанда ақпараттық қауіпсіздік туралы айтылған, сонымен қатар халықтың немесе адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын ең қымбат қазына ретінде тани отырып, сонымен қатар адамның құқықтары мен бостандықтың қорғауға адвокатура, әсіресе осының өзінің, мысалы айтқанда, конституцияда белгілі бір көрініс табуы, яғни айтқанда сол халықтың мұң-мұқтажын, яғни айтқанда кейбір жағдайда заңменен белгілі бір сәйкессіздікке тап болған адамдардың адвокаттың көмегі арқылы қорғауға алынып, яғни айтқанда осы адвокаттық қызметтің конституцияда көрінісін табуы, бұдан былай адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға тағы да қосымша, былай қарағанда айтарлықтай үлкен, айтқанда қолдау көрсетеді деп есептеймін. Сонымен қатар айтылады, әсіресе ақпараттық технологиялардың, цифрландырудың дамуы, өкінішке орай біз шынын айту керек, көп жағдайда тек қана тұтынушы болып қалып отырмыз. Ал біздің болашақ қайткен күні оны тек қана тұтынушы ғана емес, сонымен қатар оны алғарай дамытушы, жасаушы ұлтқа айналған дұрыс болар еді. Енді конституцияның өзі де бір қатып қалған догма емес. Қалай болғанда қоғамда орын алып жатқан әлеуметтік, экономикалық, саяси өзгерістер көрінісін табатындығы белгілі. Бірақ мен ойлаймын, жалпы конституция қабылданғаннан кейін оған қажетті, қажетсіз өзгерістерді енгізе берудің қажеті жоқ. Сонымен қатар осы кезде біздің заңнамадағы белгілі бір тұрақтылық мәселесіне ғана назар аудару керек. Себебі өткенде де айттым, бір
осындай бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатымда жалпы 30 жылдың ішінде 1000 астам өзгерістер енгізілген екен. Есептеп қарағанда сонда жыл сайын 38 өзгеріс енгізіліп тұрған. Бұл шынын айтқанда көп. Конституцияда негізінен базалық принциптер қабылдану керек, және олар шама келгенше өзгеріске ұшырамау керек. Оның бір қиын жері, мысалы біз құқық саласында сабақ бергендіктен кейін, мысалы айтқанда заңдағы тұрақсыздық өз кезегінде студенттер үшін де, біз үшін де, сонымен қатар құқық қолдануменен нақты жұмыс жасайтын қызметкерлер үшін де үлкен қолайсыздық туғызады. Қарапайым көшедегі адам ол мысалы айтқанда заңдарды оқымауы да мүмкін, пока өзінің басына бірдеңе түспейінше. Ал біз сонымен тікелей жұмыс жасайтын болғандықтан кейін бізге үлкен қолайсыздық көп. Сондықтан мынау заңнамадағы тұрақтылық мәселесі өте маңызды. Осыдан ойлаймын, жаңағы айтқан бір палаталы құрылтайдың құрылуы, оның мысалы айтқанда көптеген, мысалы айтқанда мемлекеттік билік бөлінісінің арасындағы мынау тепе-теңдік және тежемелік қағида деген бар. Өз кезегінде осы үлкен мән беру керек. Сонымен қатар, мынау президенттің тек 7 жылға бір-ақ рет қана мерзімге сайлануы және осы баптың ешқандай өзгеріске ұшырамайтындығы Конституцияда аталып көрсетілуі біздің мына айтқанда қоғамда орын алуы мүмкін бір келеңсіз жағдай бар ғой, жеке басқа табы. Соның алдына тосқауыл қоятын үлкен бір маңызды норма деп есептеймін.